Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Midjourney'де біз қыр-сырын үйрендік. Басқа да қыр-сыры қалай деген сұрақ туындаса, видеоның астында бар. Лайк басуды сұраймын. Осы видеоның астында сіз таба аласыздар. Так, мынау атақты художниктер ғой. Соны атақты художниктерде атақты художниктер бұл. Би деп жазасыздар ғой. Би. Ой, қазір. Но енді бұлсай емес әрине. Типа Иван Билбин, Хироши Йошида атақты художниктер әлем бойынша. Леонардо. Мен художниктерден Әбілхан Қастеев, Леонардо да Винчи деп білемін. Midjourney туралы сабақ білгіңіз келсе, видеоның астында бар. Және осы видео лайк басуды сұраймын, подписаться басуды сұраймын, өтініш. Бұл енді кеңестер ғой, енді сіздерге Midjourney'дің қалай жұмыс жасау керек екенін. Стильдерді біріктіріңіздер кейде. Екі стильді біріктіріңіздер, ойнаңыздар, көріңіздер қалай шығатын. Сосын мынандай бар ғой, Midjourney, Google жазыңыздар, Midjourney prompt деген. Тағы мынау бар. Мынаны онша көп білмеймін, бірақ мына бөлек видео бар, қараңыздар. Мынау енді неше түрлі стильдер, бөлек стильдер, скетч деген бөлек стиль, мынау деген бөлек стиль. Мына жақтан да қарауға болады. Ағылшынша, бірақ енді тұқытер түсінікті ғой жалпы. Негативный сөздер жазбауға тырысыңыздар, жаман сөздер жазбаңыздар, андай алкоголь, пиво, тағы да наркотик деген сияқты сөздер жазбаңыздар. Сізге бам береді, ол бірінші рет кешіреді, мен білмеймін, бірақ нешеден кейін. Сосын Google переводчик пайдаланасыздар ғой, типа. Мысалы ойыма осы келді енді. Ағылшынша, орысша да жазуға болады, бірақ ағылшынша күшті нетеді, мен тексердім. Ставить. Көрейік. В общем, мына жақта да идеялар бар. Мына жерде жалпы переводчик, перевести. Мына. Любой браузерде перевод жасап береді. Жеке өзіңіздің табылатын білесіздер ғой, өзіңіздің midjourney.com'да сіз өзіңіздің жасаған неңізді таба аласыздар. Бірінші шығады. Вообще мен жасаған жоқпын ғой. Қашан жасадым? Сосын трафик жейді сақ болыңыздаршы. Вообще трафик жейді сақ болыңыздар кәдімгі. Мысалы, какой-то 1-2 сағатта уже 1-2 гигабайт спокойно жоқ қояды. Сізде может социальный сеть емес, безлимит деген. Адамдардың жасаған қараңыздар. Вайбсте сіздер бір комнатада боласыздар, сонымен қараңыздар. Кетті. Коммунай жүрген сияқты мына жерде. Так. Google переводчик пайдаланыңыздар. Мынау дайын болды деген. Жақсы шыққан, Ой, наконец-то. Еще какой-то просто человек гуляет в степи, и все, болды. HD дедім, болды, көрдіңіздер ма? Біздің қазақтың жері ғой. Мынау да бәрі. Мынау енді білмеймін. Жүргіз. Достар, мақты екен. Так, мынаны білесіздер ғой енді. Үлкейтеді, қай картинка ұнайтын. Мына жерде сол үшін ғой Midjourney ұнап қалған. Качественный фотолар шығарады. Дал Staff Diffusion деген бар, және DAL-E деген бар. DAL-E вообще маған что-то не зашло дейді ғой. Мынау дейтін, мысалы, маған мынау ұнап қалды да, типа дәл осындай ұқсас осындай жасап береді. И вообще
видеонун астында бар. Несі видеосы бар. Вообще Midjourneyмен қалай жұмыс жасау керек екенін. Сөздің түқы тері, отырыңыздар, мына жерге кіріп, адамдар қалай жазады. New Vibes деген бар, мына жерде комнаталар бар, неше түрлі комнаталар бар. Мына жерде комнаталар бар. Сосын так, мен интернетінде жоғарыда көріп отқандай слабый адамдар көрдіңіздер ме жазған? Адам, variation адам автор, оның жазған сөзі міне. Переводта ұнаса көріңіздер. Мен біреулердікін жасап өзіме реально жақсы сөздер алып алдым. Онда слишком көп сөздер жазсам, уже профессионалдарға уже көп минуты кетеді, айтпақшы. Естеңіз болайын. Былай айтқанда, ойнаңыздар, ойыңызға не келеді, соны жазыңыздар. Қайсысы ұнап қалды, соны под себя подстроить етіңіздер, сөз қосып жіберіңіздер. Лого жасап жатыр, көрдіңіздер ме? Уже күшті профессионально. Нақты сөзді, нақты цифраны пайдаланып үйреніңіздер. Бұл ешкім жасамағандай, в общем, кәдімгі бар ғой, кәсіпқой болып кетесіз, кәдімгі жүре отырып. Мен какой-то бір-екі сағатта уже тез үйреніп алдым. Біліп жүремге жазылыңыз, осы видео лайк басыңыз, мен қатты қуанамын, сіздер лайк бассаңыздар. Және видеоның астында Midjourney туралы видео бар. Көрдіңіздер адамдардың несіне түсірген несіне. Уже 200 шыбыршан трафик кетіп жатыр. Көрдіңіздер, кете береді адамдар. Кәсіпқойы бар, кәсіпқой емесі бар. Біліп жүремін, жазылаңыз, осы видеоға лайк басаңыз.